Бұл Adidas емес, ол Daihatsu. 20 гектар. 3件6折优惠。 Эксклюзивті контент. Және келесі кадрмен бұл бөтелкені қайда жасырғанымызбен бөлісеміз. Үрімшіге Алматыдан Астана арқылы ұшамын. Сапарым 4 күнге ғана созылатындықтан өзіммен бірге тек қана қол жүгін аламын. Ыңғайлы тоғысу рейсінің арқасында Астана әуежайында ұзақ күтудің қажеті болмайды. Ал тегін онлайн тіркеу арқылы ұзақ кезекте күтпейтін болдым. Сәлем достар, сіздермен бірге тағы да Диана. Сағат 4:55. Қазір сағат 6:10-да біз Үрімші қаласына ұшатын боламыз. Ендеше тіркеуден өтейік, кеттік. Астанадан Үрімшіге рейстер аптасына 2 рет, бейсенбі және жексенбі күндері орындалады. Әніміне дегенше біз ұшақ бортындамыз. Астанадан Үрімшіге ұшу уақыты шамамен 2 сағат. Таңғы уақыт болғандықтан мен әлі таңғы асын ішіп үлгермедім. Бірақ та біздің сайт арқылы мен алдын ала тағамға тапсырыс бердім. Және менен сіздерге кішігірім лайфхак. Мобильді қосымша арқылы немесе сайт арқылы сіздер алдын ала тағамға тапсырыс берсеңіздер 30% жеңілдікпен келеді. Ал бізге ас болсын. Ал таңғы асымызға unpacking. Біз тосап қосылған құймақтарға алдын ала тапсырыс беріп қойдық. Бұл саяхатты керемет көңіл-күймен бастаудың жолы. Дәмді әрі тойымды. Айтпақшы, мен тамақтанған кезде әдетте кино немесе сериал көрген ұнатамын. Fly & Fun қызметімен сіз Flyerстан бортында ұялы телефоныңыз арқылы мультимедиялық ойын-сауық жүйесіне қосылып, кино, мультфильмдер мен подкасттарды таңдап тамашалай аласыз. Бар болғаны Wi-Fi-ді қосқаннан кейін Fly & Fun желісін таңдау керек. Сонымен қатар, мәзір бойынша тағамға тапсырысты отырған орныңыздан бере аласыз. Ал төлемді бортсеріктер тапсырысыңызды әкеліп бергеннен кейін жасай аласыз. Ал сіз Fly & Fun қызметімен қолданып көрдіңіз бе? Қазір ғана бортсеріктер мынандай арнайы құжат қағазын таратты. Қазір білеміз, қалай, не үшін толтыру керек екен. Мұнда сіз өзіңіздің деректеріңізді, кері қайту күнін және де Қытайдағы байланысушы тұлғаны көрсетуіңіз керек. Ивопу Үрімші халықаралық әуежайына қош келдіңіздер. Сәлем достар, Үрімші қаласына қош келдік. Міне қазір біз әуежайдан шықтық. Біз деген түн құжат тексерісін, қай жерден жол жүк алуға болатын барлығын көрсетейін дедік. Бірақ өкінішке орай әуежайдың ішінде фото, видео түсіру бойынша заңдар қатал екен. Сондықтан ескере жүріңіздер, бет алды фото, видеоға түсіре бермеңіздер. Достар, қазір біз ақша айырбастайтын боламыз. Бұл жерде орыс тілі бар екен. $100, 670 юань. Бізге қойылатын басты сұрақтардың бірі әуежайдан қалаға қандай көлік түрімен жетуге болады. Бұл жерде әуежайдан қалаға біз 3 түрлі көлік түрімен жете аламыз. Біріншісі метро арқылы, екіншісі автобуспен және үшіншісі таксимен. Бүгін біз Сисимол ойын-сауықтыру кешеніне келдік. 5 қабаттың 2 қабаты толықтай фудкорт, ресторандар, кафелер. Сол арқылы қазір біз аралап жүрміз. Білмейміз, қаяқта тамақ ішеміз. Әлі ойланып жатырмыз. Біздің бір байқағанымыз, әрбір ресторанда, әрбір кафеде арнайы QR бар. Яғни сіздерге егерде орын жетпей жатса, ресторанда, кафеде электронды кезекке тұрасыздар. Сосын кезегіңіз келген кезде арнайы қызметшілер айғайлап сіздерді шақырады микрофонмен. Новшество. Қытайда шай ұлттық мәдениеттің маңызды бөлігі болып табылады. Барлық мекемелерде шай тегін ұсынылады. Бұл қонақжайлылық дәстүрінің және жергілікті халықтың келушілерге деген құрметінің көрінісі. Ал шайды дайындау рәсімі өзі ерекше әсерге бөлейтіні анық. Ал біз тамақтануға келдік. Бізге мәзір алып келгенше
алдымен өздерінің орысша айтқандай чайная церемониялары бар екен. Яғни кішігірім ыдыстарға бізге чай құйып, дәмін татуға мүмкіндік береді. Бізбен сіз ішіп жүрген чай емес, байқасаңыздар, шиналары да ерекше кішкентай. Яғни бұл жерде мақсат чайға тойып алу емес, чайдан дәмін татып, ләззат алу. Ал, ендеше кеттік. Көп ұзамай біздің ыстық тамақтарымыз да келді. Алдымызда тұрған тамақтардың біз қытайша атын және де өзімізге түсінікті етіп қазір аударып алдық. Мысалы, алдымызда тұрған тамақ бұл сиыр етімен қызанақ қосылған. Оның қытайша атауы Фэн Чэн Юан. Ал салатқа біз Гондун Цэйшин салатын заказ бердік. Бұл салат көкшөптен және де өзінің ерекше соусынан құралады. Ал біз Қытай халқы құлшылық ететін орын Буддаға келдік. Алып Хунгуаншан Будда храмы Үрімшінің солтүстігінде Хунгуан тауында орналасқан. Бұл Қытайдың солтүстік батысындағы ең үлкен Будда храмы саналады. Будда мүсініне де келіп көруге кеңес береміз. Ал бұл кешкі базар. Мен бұрындары осындай суреттерді тек ғаламторда, Инстаграмда, ТикТокта ғана көретінмін. Енді қазір мені салып көреді, сондықтан кеттік. Қасында тұрған адамдардың барлығы мен суретімді көруге келген сияқты. Барлығы суретіме қарап тұр. Өзіме де қызық қандай қорытынды шығады екен. Раз, два, три. Ну, мимо. Қандай әдемі. Good. Супер. Ал достар, қолмен. Бұл қанша теңге тұрады дедіңіз? 18 юань. Қазір бұл жерде Alipayмен төлеуге болады, иә? Alipayмен төлейміз қазір. Ал кеттік. Alipayға кіреміз. Сізді сканерлейді болмаса, өздеріңізде осындай QR болса, осындай дайын қараңыздар. Онда сканировать код басасыздар. Сосын кодты. Жаққа 18. Сап. Ас болсын. Дәмді. Жергілікті тұрғындар мен туристердің басым көпшілігі көше тағамдарымен күнделікті тамақтанады. Міне нағыз өмір, міне нағыз кешкі базар. Түрлі тағамдардың арасынан әр адам өзіне ұнайтынын табатыны сөзсіз. Мың түрлі тағам, мың түрлі хош иіс. Бұл жерде айтпақшы, осылай қолмен болғасаңыздар, такси тоқтатуға ыңғайлы, яғни егер жол түсіп жатса, таксистер бізді алып кете алады екен. Таксилердің бағасы қымбат емес, яғни 500-600 теңге шамасында. Егер тек әрине алыс жол болса, мысалы әуежайдан қаланың орталығына дейін, онда бір 2000-2500 теңге шығуы мүмкін. Бүгінгі күнімізді біз Амалон аттракцион паркіне бастайтын боламыз. Қала тұрғындарының атауы бойынша бұл жергілікті Диснейленд екен. Кеше мен билет алуға кеттім. Аттракциондардың бағасы ересектер үшін 269 юань. Бұл дегеніміз 17800 теңге. Балалар үшін 168 юань. Ол 11200 теңгені құрайды. Сондай-ақ жылдық абонементтер де алуға болады. Ал қазір біз кассаға келдік. Ересек адамға бір билеттің құны 268 юань. Егер де өзіңіздің төлқұжатыңызды көрсетсеңіздер, бұл жерде шетел азаматтарына 7% жеңілдік екен, яғни 261 юань болады. Мұнда картамен төлем жасау мүмкіндігі бар, ал Элис Тур белгісі бар кассаға барсаңыз, сізге тиімді жеңілдіктер жасап береді. Үнемдегіңіз келсе, есте сақтап алыңыз. Ал билетім қолымда, бүгінгі күн қызықты өтетін сияқты. Кеттік.
Диснейландтың ішінде жүрміз. Негізі аттракциондарды өзім жақсы көрмеймін, қатты ұнамайды маған. Сіздерге көрсету үшін келдім. 讲述主人公阿麦和月儿 Сізбен 公主 бөлісуге. Адреналин алатын ойын-сауық түрі менікі емес. Бұл аттракциондар кішкентай балалар ойнайтын сияқты. Мен жай көруге келдім. Жоқ, мен бұл жерде айдап кәшенбеймін. Жоқ. Адамдар отырып жатыр, келесі кезек біздікі. Ал біз жоғарыға жүріп бара жатырмыз. Ал енді 8-ді кинотеатрына келдік. Эксклюзивті контент. Мысалы, алдымыздағы аттракцион несі қызық? Осы жерде тоқтатып мен бармайын ана жаққа десем бола ма? Ал сіздер динозаврларды көргенсіздер ма? Көрмесеңіздер қазір көрсетемін. Блогымыз ұнап жатса, осы жерден тоқтатып лайк басып кетіңіздер. Достар, менің қолымда арнайы жабдықтырмалар, Рэп-Роуст деп аталады. Өздеріңіз білетіндей, бұл музыкамыздың атауы бюджеттік саяхат деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар мен өзім баратын орындарға енді осы жабдықтырманы жабыстырып жүретін боламын. Егер де Үрімші қаласын саяхаттап келетін болсаңыздар, мені кеңес беретін орындарға барыңыздар. Ал мен кетіп жастырайын. Үрімші қаласы Диснейландте мен болдым. Енді сіздерге де кеңес беремін. Міндетті түрде барып көріңіздер. Жеңілдікті сүйетін жандарға арнайы біз Шэньчэн Урумчи аутлетіне келдік. Бұл жерде неше түрлі бренд, неше түрлі аяқ киім, барлығын қазір бағаларын көрсетіп салыстыратын боламыз. Кеттік. Достар, осымен біз үшінші дүкеннен шығып жатырмыз. Бізді камерамен, телефонмен түсіріп жатқанымызды көріп, рұқсат бермей жатыр. Себебі енді әр дүкеннің, әр брендтің өзінің ережелері бар шығар. Қазір енді кішкене қиын болып тұр сіздерге көрсету, бірақ тырысып жатырмыз. Достар, әр дүкеннің өзінің жеңілдік ережелері бар екен. Мысалы, біз қазір Филадамыз. Егер де екі, мысалы, бір кофта, бір шалбар алсаңыздар, жеңілдік 40%. Себебі 100-ден, яғни 6 деген 60%-да аламыз деген сөз. Яғни 40%-ға осы екі затқа жеңілдік болады. Егер де 3 сат алсаңыздар, мысалы 3 сат алсаңыздар, 100-ден 5,5 алсақ 45%. Яғни 3 сатқа 45% жеңілдік. Ол кассада, яғни мына жерде жазылып тұрмайды жеңілдіктің бағасы. Ол сізде кассада осы суммадан, яғни көрсетілген суммадан 45% алып тастап төлейтін боласыздар. Менің ойымша бұл өте тиімді ұсыныс. Өйткені 3 сатқа шамамен айтқанда 50% жеңілдік деген тіпті керемет. Затты алайық ал, киіп көрейік. Достар, тағы да мысал біз қазір Адидастамыз. Егер де 3 пара аяқ киім алсаңыздар, 3 кроссовки, үшеуіне қорытынды суммаға жеңілдік 52%-ды құрайды. Мысалы, бір аяқ киім 40 мың теңге тұрса, сіздер әр аяқ киімді 20 мың теңгеден аласыздар. Тиімді? Тиімді. Ал келесі бренд ол Қытай бренді. Бұл жерде мысалы көрсетілген скидка бойынша, яғни жеңілдік бойынша бір зат алсаңыз, екіншісі тегін. Мысалы пиджак алсам, шалбарым тегін. Юбка алсам, футболкам тегін.
Ал келесі бренд бойынша бұл жерде жеңілдік 40%-дан 70%-ға дейін. Ол жеңілдік қалай анықталады десеңіздер, мысалы, осы футболканы алайық. Бұрынғы бағасы 498 юань, қазіргі бағасы 199 юань. Яғни 50% жеңілдік десек болады. Жеңілдік пен тауарлардың көп болған соншама өзімді тоқтата алмадым. Егер де сіз Қытайға сапарға шықсаңыз, міндетті түрде мобильдік құрылғыңызға алдын ала VPN жүктеп алуды ұмытпаңыз. Себебі Қытайда Google, Facebook және Instagram сияқты көптеген танымал сайттар мен қосымшалар бұғатталған. VPN-сіз оларды пайдалана алмайсыз. Ақшаңызды алдын ала юаньға айырбастап алуды ұмытпаңыз. Сондай-ақ, өзіңізбен бірге қолма-қол ақша алып жүруге кеңес береміз. Қытайда карталарды, әсіресе шетелдік карталарды пайдалануға шектеулер бар. Көптеген дүкендерде, дәріханаларда және қонақ үйлерде, сонымен қатар дәмханаларда картамен төлем қабылданбайды. Кейде Alipay мен, яғни Каспи арқылы төлеу қолжетімсіз болып қалуы мүмкін. Қажет сәтте ақшасыз болу секілді жайсыз жағдайларды болдырмау үшін өзіңізбен жеткілікті сомада қолма-қол юань алып жүргеніңіз абзал. Бұл сізге сауда жасауға, тамақтануға және де басқа да қызметтерге қолайлы төлем жасауға мүмкіндік береді. Бүгін біз Үрімші қаласындағы әйгілі Пекин үйрегін ұсынатын мейрамханалардың біріне кешкі асқа келдік. Тағамның дәмі тіл үйреді. Бұл мейрамханада үйректі түрлі әдіспен ұсынады. Бүгін біз кешкі асқа достарымызбен Пекин үйрегін жеуге келдік. Нағыз Пекин үйрегін қалай дұрыс жеу керек және де қай жерде жеуге болатынын қазір біз сіздермен бөлісетін боламыз. Ендеше бізге ас болсын, кеттік. Лепешка берете, вот это обязательно соус должен макать. Она, если соус, она очень жирная. Какие приправка нравится, вот эти салат, ложите, допустим, все. Вот так и заворачивается, чтобы внизу держалось. Сөзім шыны керек, өте дәмді, өте. Камерадан жеткізе алмаймыз дәмділігін. Қайырлы таң достар, дәл қазір біз орталық саябақтамыз және де сіздермен бірге Қытай халқының тағы бір ерекшелігімен бөліскім келеді. Үрімші ұлттық саябағы салауатты өмір салтын ұстанатын тұрғындардың мекені десек болады. Таңертеңгілік уақытта мұнда спортпен шұғылданып жүрген әртүрлі жастағы адамдарды кездестіре аласыз. Әдетте тұрғындар ушу, бадминтон, медитация және жекпе-жек өнеріне де жаттығып жүреді. Және де достар, сағат қазір 8:24. Мен осы паркте жүргеніме 2 сағат уақыт болды. Халық, яғни адамдар азаймайды. Керісінше спортпен шұғылданам деген жандардың саны көбеюде. Өте қызықты, өйткені мысалы мына жақта кунг-фу әдістерін пайдаланып жаттықса, мұнда спорт әдістерін пайдаланып және де жүгіріп жатыр. Яғни таңертеңнен бастап бұл жерде тоқтаусыз движение десек те болады. Қолжетімді бағада болған соң, маған таксимен жүру қолайлы болды. Ал таксиді жолда қолыңызды көтеру арқылы оңай ұстауға болады. Сонымен қатар, таксиге тапсырыс беру үшін ыңғайлы да қосымша бар. Ол Didi деп аталады. Алайда Didi қосымшасын пайдалану үшін қытайлық сим-картасы қажет. Сәлем достар, бүгін біз халық ауруханасы Хуанхэ Ли Чауяға келдік. Бұл жерде орысша айтқанда народная медицина деді, народная клиника. Қаншама халық өз кезегін күтуде. Мысалы, артында тұрған кішігірім терминалдар анализге деген очередіңізді, яғни кезегіңізді, сонымен қатар дәрігерге қажетті направление дейді ғой. Осы жерден электронды түрде барлығын алуға болады. Бұл жерде тек қана юань валютасын қабылдайды екен. Мысалы, кіреберістерде бұл жерде кез келген науқас адамға арнайы өзіне былай айтқанда табақ, яғни тазик. Бірінші кезекте қажетті
заттарды ұсынады, яғни беруге міндетті екен. Оған мысалы тіс жуғыш, щетка, пастасы бар, тіс пастасы, полотенцалар, яғни барлығымен толықтай қамтып береді. Ал достар, ерекше контент. Қазір мен дәстүрлі медицинамен емдейтін дәрігерге келдім. Мен қазір қан тамырымды ұстау арқылы өзімнің денсаулығым бойынша бірнеше кеңес береді. Ал кеттік. Хадижа 刚完嘛是快来了。 Аудармашы бар қасында. Хадижа可弄一下吗？这个题做歪了，看，本来这跑得出来的。 Кривой. У тебя кривой, да, позвоночник? Да. Ага, он сказал кривой. 到这，一直用劲儿。 Нужно в этой ноге сила. сила? Да. Руки, доверяйся его руки. Видела какой? Организміміз туралы ақпаратты толықтай алдық. Дәл түсті десек те болады. Арқамызды қытырлатып, демалғанда да сезіледі, кішкене жеңіл, түзу екені сезіледі. Оған дейін кеуде қысылып тұратын, арқа дұрыс болмайтын, дұрыс отырмағандықтан бәлкім. Енді қазір көзіміз ашылып, жақсы болып отырық прям. Күшті. Қазір мен Қытай медицинасында дәстүрлі акупунктура тәсілін қолданып көремін. Бірге тамашалайық. 来吧，上嘛。 Ал достар, біздің келесі локациямыз Линсау халықаралық сауықтыру орталығы, орысша айтқанда Международный оздоровительный центр Линсау. Қазір менімен бірге Нина осы орталық туралы толықтай айтып, көрсетіп, түсіндіріп беретін болады. Ендеше кеттік. Всем привет! Здесь, здоровый комплекс для женщина, для мужчина. Самое главное дело лицо, тело, у кого целлюлит, ноги. За один раз живот убирается на 4 сантиметра. Самый раз эффект очень хороший. Допустим, наши волос, допустим, здесь живет, допустим, месяца, 2. Допустим, белый волос сейчас делает такое оборудование, массаж, волосы автоматически темнее становятся. Ал достар, біздің келесі локациямыз бұл Виолет Стар медициналық орталығы. Бұл жерде көбінде косметологиялық операциялары жасалады. Мен қазір қасында отырған Лия Ли осы орталықтың хирург дәрігері. Бұл жерде дәрігердің айтуы бойынша блефаропластика, көз, ерін, қабақ тарту, толықтай беттің симметриясын жасау, дене бітімін жөндеу, сол сияқты көптеген операциялар күнделікті жасалады екен. Қазір маған фотоларын, видеоларын көрсетіп жатыр. Жалпы операция қалай өтеді, орысша айтқанда до-после эффектісін көрсетіп жатыр. Сондықтан да өте қызықты, танымал ақпарат екен. Олай болса, алдымен Қытай көз клиникалары не ұсынатынын қарастырайық. Клиника әртүрлі көз ауруларын диагностикалауға және емдеуге мүмкіндік беретін ең озық технологиялармен жабдықталған. Мұнда емдеу процедуралары заманауи технологиялармен орындалатын болғандықтан, пациенттер үшін тәуекел деңгейі өте төмен. Ал біз Үрімшідегі стоматологияға келдік. Білесіздер, бұл жерде медицина қарқынды дамыған, Қытай елі болғандықтан, қазір тісімізді көрсетіп, қажет болса, жөндеп, тазалап алатын боламыз. Кеттік. Керегі жоқ, тазалашының керегі жоқ. Достар, біз тісімізді көрсетіп, тексеріп көрдік. Әбілет мырза айтты, барлығы керемет, винирі секілді деді тісіміз. Емдеудің қажет жоқ деді, иә? Және де кішігірім бізге сыйлықтар, яғни Қытайдың ең үздік тіс пастасын бізге ұсынып отыр. Үлкен рахмет. Өз ісінің маманы екен, расымен де. Рахмет. Достар, бүгін біз қаланы жаяу аралаймыз деп шештік. Қытай тағамдарынан бөлек, Қытай асханасынан бөлек, сіздер өздеріңізге үйреншікті лағма немесе палау жесеңіздер болады. Мысалы, менің артымда тұрған қазір үлкен ресторан, яғни кафе. Арнайы ұйғыр кухнясы, яғни ұйғыр тағамдары дайындалады. Қазір ішіне кіріп, тағамдарын дәмін татып, түрлерін көрсетіп,
жалпы эмоциямен бөлісетін боламыз. Кеттік. Ал достар, енді ғана отырып едік. Бірден тамағымызды алып келді. Бірінші тағамыз ол бізде палау. Өзінің арнайы салатымен жүреді. Сонымен қатар бізде анар шырыны және де мятный чай. Анардың қытайша қазір мен атауын айтам сіздерге. Она гранатовый сок на китайском как? Шлючу деп аталады. Сондықтан бізге ас болсын, ендеше дәмін көрейік. Шеше. Бұл жерде шеше, қытай тілінен аударғанда рахмет деген мағынаны білдіреді. Қазір сомянның дәмін көретін боламыз. Бізге үйреншікті шанышқы, яғни вилкалар берілмейді. Ресторандарда, кафелерде, тамақтану орындарында мүлдем. Сондықтан қазір мен сомянды таяқшамен өмірімде бірінші рет жейтін боламын. Достар, біз Қытай моншасына келдік. Моншаға кіру құнына тоқталайық. 249 юаньға төлем жасап, моншада 18 сағатқа дейін бола аласыз. Қосымша ретінде бет, дене, бас массажын және майлы орамалдар мен орау қызметтерін сатып алуға болады. Сондай-ақ, моншада ортақ бөлмеде киюге арналған киім мен барлық қажет жабдықтар беріледі. Қонақтарға ыңғайлы болу үшін түнде қалу мүмкіндігі де қарастырылған. Осылайша, моншалар да ыңғайлы демалыс аймағы бола алады. Кейбірінде тіпті бильярд, PlayStation, караоке, ойын автоматтарында таба аласыз. Осы қабатқа бассейні бар қабатқа тамақ ішетін, демалатын қабатқа түсу үшін сіз қалатыныңызда осындай арнайы пижама береді. Соған ауыстыруларыңыз керек. Үрімші қаласындағы Бест моншасы келуге тұрарлық уақыттарыңызды бөліп, міндетті түрде келіңіздер. Мен кеңес беремін. $1 мен айырбастадым. Валюта бағамы $1 7,9 юань. Бұл дегеніміз $100, яғни 709 юаньды құрады. Әдеттегідей қаладағы валюта бағамы әуежайға қарағанда әлде қайда тиімдірек. Ал достар, келесі локациямыз біз Хуанси көшесіне келдік. Мен артында тұрған 4 қабатты компьютерлі, яғни техникалық дүкен. Қазір ішіне кіріп, қандай техника сатады, қандай бағамен сатады, барлығын көрсететін боламын. Және қазір менімен бірге болыңыздар, мен сізге қызықты фактты көрсетемін. Бұл жерде мысалы кез келген сауда үйіне, паркке, музейге, дүкенге үлкен, яғни молдарға кіретін кезде осындай пропискадан өтеміз. Яғни сөмкені бөлек, өзімізді бөлек. Ал достар, неше түрлі бренд, неше түрлі магазин. Қазір әрқайсына кіріп бағаларын салыстыратын боламыз. Достар, біздің бірінші обзордағы дүкен DJI дүкені. Бұл деген өздеріңіз білетіндей видеографтардың, фотографтардың, блогерлардың сүйікті дүкен десек те болады. Мысалы, менде тұрған петличка, осындай дрондарды, экшн камераларды барлығын осы дүкен сатады. Қазір мысал ретінде мен алдымда тұрған DJI Air 3, Air 3 моделі толық комплектацияда. Бұл жерде 9688 юань тұрады. Оны қазіргі курспен 67-ге көбейтсек 649.96 теңгені құрайды. Дәл осындай бізде Қазақстанда 733-750 мың көлемінің шамасында. Өте тиімді, себебі аралығы 100 мың, 90 мың, 100 мың теңге дейін. Достар, тағы бір мысал. Osmo Pocket 3 моделі экшн камера, алдыңғы және артыңғы 16:9 және 9:16 түсіреді. Бұл жерде толық комплектациясын тұратыны 4499 юань, 67-ге көбейтеміз. 301.433 теңгені құрайды. Ал бізде Қазақстанда ол 395 мың теңгені құрайды. Тиімді. Достар,
Қуанцы көшесіндегі компьютерлік техникалық дүкенді мен келіп көруге кеңес беремін. Уалин базарына да келіп жеттік. Бұл жерде сіз тұрмысқа қажетті заттардың барлығын таба аласыз. Мысалы, ыдыс-аяқ, жиһаз, мысалы диван, үстел, текстиль өнімдерін, неше түрлі өнімдерді таба аласыз. Сондықтан, егер келетін болсаңыздар, бір күніңізді арнайы бөліп келіңіздер, өйткені дүкен өте үлкен, павильондар өте көп. Сондықтан да кеңес береміз. Ал ендеше кеттік. Мен осыған дейін осындай караокеларды тек қана тик-токта ғана көретінмін. Өзім кездестіріп, өзім айтам деп мүлдем ойламаппын. Енді қазір көрейік. Мына жақта Алипоймен төлеуге болады. Алипоймен негізі бәрі жерде төлеуге болады. Кемиями, сәния, нефея, көрсні по. Қытайда автомобиль нөмірлері жанармай түріне байланысты үш түсті болады. Көк түсті нөмірлер көліктің бензинмен жұмыс істейтінін көрсетеді. Ал жасыл нөмірлер көліктің электр қуатымен жұмыс істейтінін білдіреді. Ал достар, бұл орталық киім базары. Бұл жерде барлығын табасыздар. Кепка, мына жақта көзілдіріктер, мына жақта киім, ары қаратай аяқ киім. Толықтай осы жерде арзан деді бізге. Бірақ та бұл жақ оригинал емес, яғни нұсқа емес, сондықтан да бірер жүріңіздер. Бұл жерде Дайцалар бар. Бұл Адидас емес, ол Дайца. Дайцаның ақ түрі бар, Дайцаның қара түрі бар. Жалпы қайсы ыңғайлы. Маломерка дейді. Ал біз қайдамыз десеңіздер, біз Үрімші қаласы бойынша ең үлкен зәулім автоцентрдамыз. Көптеген қазақстандықтар Қытай еліне жаңа автокөлік алуға келетінін біз білеміз. Қазір біз Үрімші қаласындағы ең ірі экспортқа арналған автокөлік центріндамыз. Қазір менімен бірге Дулат мырза, саламатсыз. Дулат мырза экспортқа арналған сату бөлімінің менеджері. Қазір бізге толықтай барлығын көрсетіп, бағасымен барлығын айтып беретін болады. Саламатсыздар ма? Қытай Республикасына қош келдіңіздер. Үрімжі қаласына. Біз бұл болса Қытай Республикасы Үрімжі қаласы автомобильдерді шетелге шығару орталығы боламыз. Барлығына мен көмектесуім мүмкін. Барлық құжаттарына, шарттарына, барлығына жауап бере аламыз. Қытайдағы доставкасы, шетелдегі доставкасы, Қытайдағы затаможка, шетелдегі растаможка, барлығына көмектесуіміз мүмкін. Біздің әзір сырттағы парковка, артында гостиница, бұл жердегі салонның барлығын қоссақ 20 гектардан артық жер бар. 20 гектар. Аха. 20 гектар. Енді менің сүйікті маркам Зикрға. Тош, бізде шоу жасау керек. дәл налич салонның ішінде Зикр бар. На машинаны көргенде арманда, көрмегенде арманда. Түсі қандай керемет. Бұл автокөліктің қазіргі күнге бағасы 8 тамыз. 8 тамыз 48 мың доллар. 8 мың доллар. Полный комплекция. Жетауырыңызды айдап көруге бересіз ба, бір-екі құрыққа? Конечно, алып кетіңіз. Қазақстанға айдап кетеміз қас, достар. Ал Дулат мырза өзінің жету автокөлігін тест-драйвқа берді. Ендеше кеттік. Айдағанға өте жеңіл автокөлік екен. Жету өте тұрарлық. Өз бағасын тұрарлық. Қалада метро, автобус немесе таксимен жүруге болады. Автобуспен жүру шамамен 1 немесе 2 юань аралығы. Метродағы жол ақысы 3-6 юань.
Достар, Флайерстан әуе компаниясының атынан Элис Тур агенттігіне Үрімші қаласының өзгеше қырынан тануға себепші болғаны үшін алғысымызды білдіреміз. Турагент достарымыздың арқасында біз әртүрлі клиникаларға шолу жасап, заманауи Диснейленде қызықты уақыт өткізіп, жергілікті базарларды аралап, сонымен қатар Пекин жүрегінің дәмін таттық. Үрімшіге саяхат жоспарлайтын болсаңыз, Элис Тур агенттігінің қызметтерін пайдалануға кеңес береміз. Оларда авиа және автобуспен қарастырылатын турлар бар. Өз ісінің мамандары сіздің Үрімші қаласындағы сапарыңызды жайлы ететіні сөзсіз. Ал достар, біз әдеттегі дәстүрімізді бұзбай, өзіміздің белсенді оқырмандарымызға қазір арнайы сыйлықтар алатын боламыз. Ал кеттік, таңдайық. Қызылтау саябағы. Бұл керемет көріністері бар, серуендеуге қолайлы табиғи көркем жер. Саябақтың шыңына шығатын болсаңыз, қала алақандағыдай керемет көрінеді. Осымен Үрімшідегі 4 күндік влогымызда соңына келіп жетті. Біздің бөліскен кеңестеріміз сіз үшін пайдалы болады деген үміттеміз. Және сіздермен қоштаспас бұрын, қазір менің қолымда арнайы бөтелке, ішінде Флайерстанның кез келген бағыты бойынша тегін әуе билеті жасырылған. Және келесі кадрмен бұл бөтелкені қайда жасырғанымызбен бөлісеміз. Сіздермен бірге болған Диана, келесі қалада кездескенше сау болыңыздар. Ал қымбатты көрермен, біздің Үрімші қаласында жасырған саяхат сертификатымыз өз иесін күтуде. Дәлірек айтсақ, біздің қазынаны табу үшін Үрімші орталығындағы Хоншан мен Хитан Род көшелерінің қиылысында орналасқан Қызыл тауға бет алыңыз. Әрі қарай саябақтың орталығына жетіп алсаңыз, алдыңыздан кішкентай жартасты байқайсыз. Біздің қазына дәл сол жерде жасырынған.